Сәлеметсіңдер ме балалар, менің арнама қош келдіңдер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз 10-шы бөлім, 1-2 сабақ Қазақстан ғылымы. Алдымен алғашқы 2 сұраққа жауап берейік. Бірінші сұрақ: ғылымның адам өмірінде қандай маңызы бар? Екінші сұрақ: жаңалық ашу дегенді қалай түсінесің? Бірінші сұрақтың жауабы: ғылымның адам өміріндегі маңызы өте зор. Себебі ғылымның арқасында біздер көптеген жетістіктерге жеттік. Қазіргі замандағы барлық құрал-жабдықтар, технологиялардың барлығы сол ғылымның нәтижесі. Екінші сұрақтың жауабы: жаңалық ашу дегенді қазіргі таңда ойлап табылмаған, жаңа әлемге пайда әкелетін затты немесе құбылысты ойлап табу деп түсінемін. Төртінші тапсырма: мәтінді оқып, диалог, монолог, полилог түрінде өңдеп, қайта құрап айт. Бізге Қазақ ұлттық ғылым академиясы туралы мәтін берілген. Балалар өз беттеріңше асықпай мәтінді толық оқып болғаннан кейін бірге диалог құрастырайық. Төртінші тапсырма: диалог. Сәлем Айдос, қалайсың? Сәлем Жансая, жақсы, өзің қалайсың? Сен қайда барып келдің? Жақсы, мен Қазақ ұлттық ғылым академиясына барып келдім. Керемет, ол туралы айтып бересің бе? Жарайды. 1938 жылы КСРО ғылым академиясының қазақстандық бөлімі ашылып, ол 1946 жылы Қазақ КСР-ның ғылым академиясы болып қайта құрылды. Жақсы. Сонымен қатар академияның тұңғыш президенті, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, танымал ғалым, Лениндік және мемлекеттік сыйлықтардың иегері, академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаев болды. Мәссаған, мен білмеппін. Жансая, ал сен академияда қанша институт, мекеме жұмыс жасайтынын білесің бе? Иә, Қазақстан ұлттық ғылым академиясында 43 ғылыми мекеме, олардың ішінде 38 ғылыми зерттеу институты жұмыс істейді. Тағы айтатын болсақ, академияда ғарыш, ядролық физика, жоғары энергия физикасы, информатика, радиоэлектроника, гуманитарлық және қоғамдық ғылымдар, тарих пен этнология, әдебиет теориясы салаларында күрделі зерттеулер жүргізілді. Жаңа ақпараттарға рахмет, Жансая. Келесі 5-ші тапсырманы орындайық. 5-ші тапсырмада мәтін бойынша мәселені анықтауға көмектесетін сұрақтар дайындау керек. Мәселені анықтауға көмектесетін сұрақтар. Бірінші сұрақ: Қазақ ұлттық ғылым академиясы қандай тақырыптарда зерттеулер жүргізді? Екінші сұрақ: академияда қандай ғалымдар жаңалықтар ашты? Үшінші сұрақ: Қазақ ұлттық ғылым академиясында қанша қызметкер жұмыс жасады? Ал енді тілдік бағдарға шолу жасайық. Пунктуация термині латынның пунктум, нүкте деген сөзінен алынған. Ол ең алдымен тілдегі алфавитке енбейтін графикалық таңбалар жиынтығы, жазу емлелерімен бірге белгілі мәтінді өз ішінде бір-бірін айырып түсінуге мүмкіндік беретін және оны графикалық жағынан ұйымдастыратын жазу тілінің негізгі құралы болып саналады. Екіншіден, тыныс белгілерін дұрыс қою жөніндегі ережелерді. Үшіншіден, тыныс белгілері деген мағынаны білдіреді. Бір шама аяқталған ойды білдіретін сөйлемдерден кейін олардың мағыналарына, айтылуына қарай нүкте, сұрау, леп белгілері қойылады. Сондықтан тыныс белгілерінің бұл 3 түрі сөйлем соңынан келетін белгілер деп аталады. Хабарлы сөйлемнің соңынан нүкте қойылады. Мысалы, жасы да еңбегі де үлкен. Сол үлкен еңбегі әперген беделі де үлкен еді. Сұраулы сөйлемнен кейін сұрау белгісі қойылады. Мысалы, сендер осы мектепте оқисыңдар ма? Лепті, бұйрықты сөйлемдерден кейін леп белгісі қойылады. Мысалы, сәт бала, есігіңді аш. Мамыр біткен биылғыдай болсайшы, деді аспанның түнгі көрінісіне сүйсінген Қайырбек. Ал енді 6-шы тапсырманы орындайық. 6-шы тапсырмада сөйлемдердің тыныс белгілерін қойып дұрыстап жазу керек. 6-шы тапсырма: Қазақстан Республикасында көптеген ғылыми мекеме жұмыс істейді. Соңында нүкте қойылады. Екінші сөйлем: Қазақ ұлттық ғылым академиясы қай қалада және қай көшеде орналасқан? Соңында сұрау белгісі қойылады. Үшінші сөйлем: мен де атақты ғалым болсам ғой. Соңына леп белгісі қойылады. 8-ші тапсырма: ғылым, технология және жетістік ұғымдарына сөздік энциклопедияларда ғылыми тұрғыдан берілген түсініктемелерді жинақтап, сөздік құрастырып жаз. Ғылым, латынша сcientia, білім, уақыт пен кеңістікте бар, зерттеуге болатын шынайы нақты нәрселердің заңдары мен қағидаларын, тәртібі мен құрылымын объективті түсіндіретін, эксперимент пен бақылауға негізделіп, математикалық есептеуді қолданып, жүйелі түсін қалыптастыратын таным саласы.
Екінші технология, грек тілінен техно өнер, шебер білгір және логос ілім ғылым. Ғылыми практикалық негізде шикізатты дайын өнімге айналдырудың әдіс тәсілдерінің жүйесі. Үшінші жетістік, әлеуметтік жағдайларды немесе статусты өз күштеріне сүйеніп басқалармен ашық жарыста алу, мысалы зерттеулерде немесе нарықтағы бәсекеде жеңу. Тоғызыншы тапсырма, мақал-мәтелдерді сәйкестендір, тыныс белгілерінің қойылу себебін түсіндір. Тоғызыншы тапсырма. Ғылым теңіз, білім қайық. Ақыл азбайды, білім тозбайды. Байлықтың кілті білімде. Ілім бұлақ, білім шырақ. Ердің атын еңбек шығарар, ғалымның атын хаты шығарар. Ғылым өлшеуі ақыл, зейін өлшеуі нақыл. 10-шы тапсырма. Ғылым мен технологиялардың дамуы туралы әлеуметтік мәдени тақырыпқа проблемалық мәтін құра. Мәтін ішіндегі тыныс белгілеріне назар аудар және оның екпін түрлерімен байланысына көңіл бөл. Ғылым мен технологияның дамуы адамзат қоғамының қажетті процесі. Ғылым мен технологияның дамуы тау-кен өндірісін тезірек және көп мөлшерде өндіруге мүмкіндік береді. Мысалы мұнай, газ, кендер және тағы да басқа. Ғылым мен техниканың дамуы сонымен қатар таза ауаның түтін мен түтін қоспасына айналуына, сондай-ақ жаһандық табиғи апаттардың пайда болуына әкелді. Мысалы, өзгеріс, климат, биосфераның деградациясы, судың, қалдықтардың көбеюі, ауаның ластану деңгейінің жоғарылауы. 11-ші тапсырма. Оқылым мәтіндегі ақпараттарды өз пікіріңмен дәлелде. Менің ойымша, Қазақ ұлттық ғылым академиясы Қазақстандағы ең үлкен және әйгілі академия болып табылады. Себебі, академияда ғылымның барлық бағыттары бойынша 10 мыңнан аса ғылыми қызметкер жұмыс істеді және танымал ғалымдар академияда көптеген жетістіктерін ашты. Оған дәлел, мысалы, Сәтбаев, Әуезов, Қонаев, Марғұлан, Есенов, Айтхожин, Сұлтанғазин, Жолдасбеков, Қозыбаев, Жұрынов, Қошанов және басқалары Қазақстан ғылым академиясының мақтанышына айналды. Осыған байланысты Қазақ ұлттық ғылым академиясы Қазақстандағы ең танымал және жетістіктерге толы академия деген қорытындыға келдім. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше.